Ассалаумағалейкум, эфирде сұхбат. Бүгін бізде қонақта Ұлықпан Жолдасов, біз бастаймыз. Ұлықпан Жолдасов Маңғыстау облысы Құрық ауданында дүниеге келген. Айған атты жолдасы, Болат және Фарида балалары бар. Алғаш сахнаға Алтынай әнімен шыққан. Маңғыстау деп аталатын топта өнер көрсеткен. Қазақстанда бірінші болып аудио альбомды жарыққа шығарды. 25 жасында алғашқы жеке концертін өткізді. Осы уақытқа дейін 300-ге жуық ән жазған. Ұлықпан аға, ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Студиямызға қош келдіңіз. Жақсы. Сіз енді қазақ еліне өте қызық азаматтардың бірісіз өнердегі. Біз сізді қонаққа шақырардың алдында сауалнама жүргіздік. Қандай сұрақтар қоюға болады, не қызық бұл кісіде деп. Бір ауыздан көп адамдар мынау нәрсені айтты. Ұлықпан Жолдасов үнемі жастары болсын, орта жастағы болсын, әншілерге көмектеседі. Ән жазып береді, тегін клип түсіріп береді дейді. Атын атап түсін түстемей қойын, кейбіреуіне автокөлік, джиптер сыйлайды дейді. Бірақ соңында ол азаматтар сізден кетіп қалады. Енді кішкене былай дақпырттап, көптеп, көтеріңкіреп айтқан шығар, онысына рахмет. Клип түсіреді, джип сыйлайды дегендер. Ондай болған жоқ, енді бірақ жалпы бізде жаңағы Каспий тобына деген бір машин болған, ол ұрланып кетті енді. Оны Мұрат айдап жүрді. Бірақ біз бәріміз топтың атын айтқанбыз, осы Мұрат сен білесің, сен айдайсың, таситын да сен, шопыры да сен, жасайтын да сен сынса деп, соны мойнына іліп қойғанбыз. Сол шығар айтып отырғандар деді, Мұратқа берілді ол машина шындығында. Сондай болды. Ал клип түсіріп береді дегендей, кімге мен түсіріп бердім? Ғаділбек Жаңайға түсіріп бердім. Болды, басқа ешкімге түсіріп бердім. Алғашқы туындысын. Иә, бірінші әндерінің біреуін түсіріп бердім. Болды ондай. Бірақ енді көбіне көп түсіріп, ылғи түсіріп олғай нетіп атқан ештеңем жоқ. Сол бір рет болды ғой. Сондай. Қай әншілердің продюсері болдыңыз сіз? Көп. Каспий тобы. Енді былай қарап отырсам, кезінде Тоқтардан бастадым, бірақ ол кезде мен жаңа продюсер деген көп халыққа көп жеткен жоқ, көп танымал болған жоқ. Продюсер болса, яғни ол басқа елде продюсер деп аталады, ол продюсер деп ойланады. Сөйтіп ойлайтын едік біздер. Бізде продюсерлік жоқ, бізде жаңа қазақшылық көтермелеу деп. Сөйтіп ойлайтын, көмектескен азаматтарым көп. Енді оның бәрін тізіп жататын болсам көп. Біраз список бар енді. Тоқтары бар, Саяты бар, Әділ Исламханы бар, Тебесін Аймұрат деген азамат болды. Қала берді, кімдер болды Құдай, ұмытып қалдым көп. Ақылбек, Ғаділбек, қызым бар өзімнің, Каспий тобы бар, Заман тобы бар, Диета Кезет деген бар, көп қазір есіме түсіңкіремеді аяқ астынан. Сондай біраз. Жақсы қоштаса білдіңіздер ме? Бәрімен жақсымын қазір. Кішкене бір-екі ренжістер болған шығар, бірақ бәрі уақыт емші ғой, емдеді, бәрі жақсы. Бәрімен жақсы араласамыз, тойларымызға тастамай шақырып тұрамыз. Яғни мысалы бір-біріміз жақтырмайтын болсақ шақырмаймыз ғой. Олар да тастамайды, мен де тастамай, көрген жерінде жүгіріп келіп амандасады. Оларды не керек деймін сол. Каспий тобы неге тарады? Каспий тобы 7 жылдай жұмыс жасады ғой. Ол енді Каспий тобының маған өкпесі жоқ деп ойлаймын. 7 жылдай жұмыс жасады. Алғы топтардың бірі болды. Бірінші списоктың басында болды. Енді ешқандай реніш жоқ, енді жігіттер шаршады деймін. Шынымен өзі 7 жыл біраз не. Мысалы Мұзарт тобы 10 жыл, 12 жыл деп айтып жатыр. Досым Қазан 40 жылдан асып кетті деп айтып жатыр. Әркімге әртүрлі. Бір топтар бар, 1 жыл, жарты жыл, 3 жыл, 5 жыл. Одан кейін қайттан қосылып жатады. Мысалы Нұрлан мен Мұрат қазір сол Каспий тарағаннан кейін бірге қосылып, қазір гастрольдер концерт беріп жүре бірге. Сөйтіп жатыр. Мысалы Досым Қасанда 40 жыл болды дейді. Негізінде ол бірінші состав, екінші состав, үшінші состав деген болды кезінде. Досым Қасан жоқ болып кетті. Орында есімде бар мықты әнші қазағымыздың сол ағамыз жоғалып кетті. Әлі дауысын жақсы көреміз. Әбит деген жігіт болды. Фамилиясын ұмытып қалдым.
обед деген. Мен соған қарап бәріміз өстік. Соның кезінде Досым Хасанов 2 болды, состав болды. Ол составта Құдай қаласа жаңа кім Ерлан Көкеев те бас гитарда ойнады ма, клавиште ойнады ма, сондай болды екінші составында. Нұрлан Байгөзов ағамыз да ойнады, мен есімде бар. Одан кейін олар бәрі кетіп, қайттан баяғы Досым Хасан қайтып айналып кетті. Бәленше жылдан кейін білмеймін, 10-15 жыл өтті ол арасына. Қайттан жиналды. Жиналатын ой бар ма сіздерде? Енді ол уақыт көрсетеді, ол қанша жыл. Әлде жас талантты жігіттермен қайтадан Каспий болып шығасыздар? Енді негізінде ой бар. айтып жатыр, жалпы Каспийді қайттан қолға алмайсың бе деп. Мен айтамын, енді ол негізінде бренд деп айтады, сондайға жеттік. Жақсы топтың бірі болды. Құру ойымызда бар, бірақ ол үшін енді Мұратты қалай ауыстырам, жаңағы Ерсұлтанов арасындағы оны қалай ауыстырам, тағы Дидарым бар, Айбар деген өзімнің ініміз бар. Олардың бәрін орнын ауыстыруға көз алдыма елестете алмадым әлі. Қалай болады ол? Білмеймін, может қайттан құру керек шығар бір жағынан. Каспий деп жүріп, басқа әншілерге ән жазып жүріп, Ұлықпан Жолдас өзін ұмытып кетті. Ол рас. Неге? Енді қазір өзім негізінде талғампаздауым, өзіме критиканы жақсы қабылдаймын. Сосын өзімнің әрбір қадамымды абайлап басамын. Сонса абайлайым деп жүріп, осы көштен қалып баратын. Себебі, мысалы, мықты әншілер шығып жатыр қазір Қазақта. Мысалы, суперстардан басталды ғой бәрі. Бері қарай жас әншілердің көбі. Оның алдында Рахат Тұрлыханов ініміз болды. Содан кейінгі жастар сол Алмас Кешкенбаев, солар Қайрат Түнтеков, өзіміздің Нұржан Керменбаев, солар басталып кетті да, жастардан. Жаңа буын. Иә, жаңа буын. Оның алдында жастар болды, енді олар өйтіп шыққан жоқ, мына суперстар аяқ астынан тарс етіп атылғандар. Сондай болды да, солардың бәрін көріп отырып, осылардың алдында қалай мен ән айтамын деп өзім. Негізінде әнші мен орындаушының арасында үлкен аспан мен жердей айырмашылық бар, оны көбі сезе бермейді. Қазаққа төр әу дегеннің бәрі әнші дейді ғой. Негізінде мен орындаушымын тек қана. Яғни мен кішкентай ғана даусым бар. Мен бір қара халықтан кішкене бір ерекшелігім, өз әнімді тауып біліп, соны профессионалды түрде жеткізіп, оның аранжировкасына көп көңіл болып, гитара болса барасына, негізінде сол гитараны ойнағанды көрсету керек болды да, оны шығарып алып аңырлатып ойнай берсе, оны халық түсінбейді. Сондықтан арасында айтып ән айту керек болды. Соның арқасында шығып кеткенде сол орындаушылық менікі. Жақсы дүниелер бар, жақсы клиптер бар сізді. Иә, кезіндегі шынымен әндердің бәрі таңдаулы болды. Айтқан әннің бәрі халыққа жақсы жетті. Сенімен талғамым сондай болды. Әдемі жеткізіп білдім. Жоғары. Иә, жоғары деңгейде жеткізіп білдім. Сондықтан халық әнші деп кетті. Негізінде мен орындаушымын. Жай ғана конкурстарға бара алмаймын. Бәрін түсінемін, бәрін айта аламын, іштей үйрете аламын. Келген жігіттерге өйтіп айтпай, бүйтіп айтшы. Мына жеріне кішкене былай, мына жерінде көтеріп деп, сведенің өзіне қатысып, мына жеріне бүйтейік, сөйтейік деп, соның бәріне қол алып отырамын. Бірақ өзім әншілігім онша жоқ. Орындаушымын. Жай ғана орындаушы. Сіздің шашыңыз хит болды, иә? Шашыңыз туралы әңгіме айтпаған адам жоқ. Иә. Соны айтады, иә. Ең қызық қандай әңгімені естідіңіз өзіңіз? Көп. Баяғы жастау кезімде 83 жылдары, ол кезде мұртта болған жоқ деймін. Мен армиядан кейін қойылды мұрт. Сол 83 жылдары жаңағы көп адам пойызда тұрғанда қарындас деп қалатын еді. Сосын бір концерттен кейін, ол кезде облыс филармониясында жұмыс жасаймын, 17 жастан бастап жасадым. Сонда бір есімде бір Опытный деген станцияда, Опытный деген ауыл Атырау облысында. Сол жерде тұрғанда жаңағы күледі, біреуге ұқсайсыз деп, кімге деп бәрі сұрап жатыр ғой. Біздің ауылда Бәтима деген келіншектен аумайсыз дейсіз. Сондай қызықтар болған. Жалпы негізінде шаш туралы әңгіме көп. Алып қашпа әңгіме көп, иә? Алып қашпа, иә. Шашыңды алып тастаса не болады екен дейді. Иә. Біреулер кішкене өзгертпейсің бе дейді. Мен айтамын, құрсын. Үйіне келген кезде Ұлықпан Жолдас өріп қояды екен дейді шашын. Ондай да әңгіме бар. Ондай, шынымен көп шашы ұзын жігіттер жаңағы шашын рекламаға түсу керек дейді. Жоқ, түйіп алады, нетіп қояды. Менде ондай болған емес. Шашы түйеді деген жоқ. Енді жұма намазға барып қалып жатсам, амал жоқ.
ондай кезде енді просто жинап қоюға. бүйтіп жинап қоя саламын. Қалай оқып болмады, солай сразу алып тастадым. Былай кәдімгідей көшеде түйіп жүріп, үйде түйіп қою ондай жоқ. Бүгінде жастар көп, әншілер көп шығып жатыр. Сіздер енді баяғыдан келе жатқан композиторсыз, баяғыдан келе жатқан орындаушысыз, сіз айтпақшы. Бірақ мен сізді үнемі әншілердің қатарына жатқызып келген екенмін осы уақытқа шейін. Қандай баға бересіз жас буынға? Арзан дүниелер көбейіп кеткен жоқ па? Деп айтады бәрі қазір екі сөзінің бірі, ой, біздікі шоу емес, той бизнес болып кетті деп айтып жатыр. Шоу бизнес бізде жоқ деп. Бар неге жоқ? Бар бізде шоу бизнес бар, жақсы жастар шығып жатыр. Қазір телевизорда Гакку деген каналдан неше түрлі жастардың клиптерін көріп жатырмыз. Жақсы. Енді жақсы болған жерде жаман да болады, солай емес пе? Бірақ қазіргі жастардың жаманнан жақсы көбірек. Мен көбіне жастарды қолдап жүремін. Шамам келсе, әйтеуір қолымнан ештеңе келмей жатса да, ақшам болмай жатса да, енді бір өлең жазып берейін, студияға кел, бәрін ақшасыз, тегін деп кейбірде көмектесіп отырамын, кейбір ұнаған әншілерге. Сол сияқты қазір жастар, шығып жатқан жастар өте көп. Көп мына үлкен буындар, ой, мынау үй болып кетті, пәленше болып кетті, түгенше болып кетті деп айта береді. Жоқ, ішінде оның либалары көп. Либалар емес, көпшілігі әдемі дұрыс айтады. Сосын қазір көпшілігі жанды дауысқа ауысты. Мен көбін білемін, жаңағы Бейбіт Қорған бар, жанды дауысты айтып жүргенде фонограмма емес. Бүркіт ініміз бар, Айбегеніміз. Кім бар, жаңағы Керменбаев бар, Алмас бар, көп естіп жүргенде. Жанды дауыста. Айқын бар, естіп жүргенде. Мұзарт тобы, көп ансамбльдер, көп жастар қазір көбі кәдімгідей жанды дауыспен, жанды дауыс деген айтқан біртүрлі қазақша не звучит деп атсай, без фонограммы салды. Живой дейді ғой, сондай немен айтады. Сондықтан жастар қазір өсіп кетті, мен қолдаймын. Небір жастар бар. Жанар Дұғалова салмақты. Қызыңыз Фаридаға қашан сізден жақсы хит бұйырады? Хиттердің бәрін таратып беріп жатқан сияқтысыз басқа әншілерге. Қазір қарап отырсам, қызыма бар болған 4-ақ 5 аған беріппін. Неге? Осы сол өссін дедім. Оның дауысын айтқаның ұнамайды дедім. Оқыттық, тоқыттық, енді болды ғой баба, енді қашан бересің дейді. Сол ұят болып жатыр. Сол күнде үйге енді жайлап бір отырғанда тық деп қыстырып қояды құлаққа. Күшті әндер шығып жатыр деп қояды. Болды, қызым жасап беремін деймін. Соны өзімді ал дейді, өзім дегенде сондай ғой. Өзіңе дегенде сондай болады. Ойда бар ма, бірақ жақсы ән жазып беріп, ойда бар, жақсы ән жазып беріп, тағы бір клиппен жақсылап енді себебі енді айтатын менің амалым қалған жоқ. Өстедім, оқуға түсті, енді оқуыңды әлі ерте бітір дедім. Бәрін бейтіп қоқыстыра бермей. Оны да бітірді, енді ал, енді жұмыс жасаймыз деді, енді жұмыс жасау керек. Енді жасаймыз, Құдай қаласа. Ата атандыңыз сіз жақында? Ата болдыңыз. Ата деген статустасыз қазір. Ата болған қалай екен? Күшті деп атсаң. Жақсы. Ата енді бұрында расписаниям кішкене өзгерді. Бұрында үйге түнгі сағат 5:30 или 6:30-да келем, или 7-де келем. Или кейбірде 10-да таңертең, таңғыз. Түнімен жазамын, сол отырамын. Кейбірде 2-3 күн жаңағы студиядан шықпай отырып қаламын. Үйім қасында жақын негізінде. Где-то 50 метрдей жер. Бірақ отыра беремін шықпай кейбірде. Тамақ соны алдырып аламын кейбірде, сондай болады. Қазір кешке қарай келінім бір звондайды сағат 12-1-лерде. Папа, мен жата берейік па? Нұрлы сені күтіп жатыр дейді, сосын бәрін тастаймын да жүгірем үйге қарай. Шынымды айтсам, немеренің жөні керек. Сол ұйықтап қалғанша барып, соны бір ойнатып, кішкене қасында болып, бір ескеп қалсам деген ой, соны ұшатта тұрды үйге. Сондай кішкене бір расписаниям өзгерді. Қазір таңғы 5:30 емес, 6:30 емес, деді бір 2:30, 3:30-да жататындай болдым. Кішкене расписаниям өзгерді. Сол немеренің несі деп ойлаймын, барлығы. Жалқау әншілер бар деп жатамыз, бізде шоу-бизнесте, эстрадада қалай күресуге болады жалқаулықпен өнерде? Олар көбі
жалқау әншілердің көбі жаңағы маңдайын тарс етіп тиеді. Мен өйстіп жүре беремін, өйстіп халық мені тани береді, менің әндерімді тыңдай береді деп. Ешкім тыңдамай, ешкім шақырмай қалған кезде барып түсінеді. Сосын барып тыпырлап бастайды. Көп жігіттер болады, көп жағдайда. Тыпырлайды, мен баяғы бәленшемін ғой деп та. Вроде бы халық таниды. Вроде бы көрген жерде ой деп атады. Бірақ баяғыдай не бермейді. Себебі о деп тұрады да аяқтан жаңағы одан да жақсы көретін кейінгі шыққан әншілер көрсе, о деп тұрады, ананы көрді, ойбай деп соған жүгіріп кетеді да. Анау қалып қояды. Сонда барып түсінеді ол өздерінің қателігін. Қазір шоу-бизнесте бір-ақ жыл ғой емі. Бір жыл жоқ болдың ба, халықтан жоқ болып кетесің. Себебі жастар қуып келатыр, ентелеп артына шығып келатыр. Оның бәрі интернеттің үлесі деп айтуға болады. Себебі қазір бұрынғы әндерді іздеп жүріп, біздің кезімізде жаңағы телевизорден, майтофоннан іздеп таба алмай, ол майтофонда жоқ қой, біреуден үйінен сұрап алып жазатын майтофон. Тамаша болатын болса, или российский бір новогодний бірдеме болатын болса, соны қойып бір теледидардан жиналып, еще оны микрофонмен жазып аласың. Качество деген 0. Әйтеуір дауыс естілсе болды. Одан кейін бір кассетлар шығып бастады, 80-нен 90-ның арасында. Сонан ол 90-95-ке шейін жаңа 2000 жылға шейін тек қана кассетін бір-бірінен ұрлап кетіп, жазып алып, оны тығып қойып, айқай шөме жүретін еді. Алматыға баратса, ойбай, осындай жерден бір бәленше деген ән тауылып кеш, кассетқа жазылып кеш деп айтады. Енді қазір интернет шықты. Кімнің әні? Мұхиттың әні ме? Болды. Мұхит бет аты кім еді дейді. Мұхит әні аты білмеймін дейді. Мұхит десең тауып аласың дейді. Соны тік тереді, тауып алады да. Соны бір күн тыңдайды, екі күн тыңдайды, машинасы салып тыңдайды, жүрек айнып кетеді. Сосын бар ол мұхиттың басқа әнін іздейді. Одан да жүрек айнайды, болды дейді да басқа әнші іздеп бастайды. Себебі уже бәрі доступно. Қазір бұрында гитараны ойнау үшін, оны табу үшін бәсекелес іздейтін еді. Қазір рахат, бәсекелес өздік мақта. Үлкен бәсекелестік кәдімгідей көп деп айтуға болады. Қазір танымал болу қиын ба? Қиын. Көп айтады жаңа бұрында 80 жылдарда рахат еді, тамашаға бір шығасың болды деп. Сол соңғылары біздер тамашадан танымал болған соңғылары. Мен Ұлықпан Есенов өзімнің ол кісімен аттаспын. Сол атамыз Ұлықпан Есенов ағамыздың бірінші алла, сол кісінің септігімен. Ол да қарап отырсам продюсерлік екен ғой сол кісінің. Тойға барасыздар, концертке барасыздар. Ел ағалары енді билікте жүрген кейбір жағдайларда болады. Жоқ деп айту қиын. Бір балдарын көрсетіп, қыздарын көрсетіп, Ұлықпан осыған бір ән жазып бер, клипін түсіреміз, қыруар қаражат береміз саған, жұлдыз қылып берші деген ұсыныстар болды ма сізге? Болды, бір-екі ұсыныс болды. Көп емес, бір-екі болды. Таныстар өз алдында, жалпы оларды айтпағанда, жаңағы қалталы азаматтарды айтып отырмын. Ондайлар көп, жаңағы таныс, ағайын, тума, ондайлар көп. Ай, мына баланы бүйт дейтіндер. Ондай жаңағы бір-екі адамға өзім кәдімгідей әдемі, оны да ренжітіп алмай, өзім жаңағы жаманатқа қалмай, жайлап отырып, шақырып алып, түсіндіріп, тыңдатып, мынау былай, мына әнші былай, мынау былай деп түсіндіріп отырып, мысалы, мынау былай болғанда просто өсеуірі қоймады ғой, телевизорден алып тасташы, мынаны ауыстырып жіберші деп отырғанша кішкене үйренсін, бүйтсін, анаған бар, мынаған бар деп бүйтіп әдемі кетіп қалған күндерім болды. Бірақ енді, конечно, ақша алғанды кім жаман көрсін? Ар жағынан ой осындай дүние мынаған маңдай ақшаны бүйтіп істесем болады ғой деп ойлап бой тұрады. Бірақ ертең мынаған халыққа қалай көрсетемін? Кім жазып берді мына әнді? Кім қалайын дегенде ұятқа қаласың деп өзімнің немді ұстайын деп, сонымен ондай жағдайлар болды, бірақ отказ бердім. Әдемі жайлап оқыпты, әдемі қылып. Қалай еді, қарағыммен қарсы алып, шырағыммен шығарып салдым деген сияқты ғой. Ондай жағдай болды. Ұлықпан аға, сіздің қашан бейнебаян түсіріп, өзіңізге жақсы бір әніңізді қиып, оны айтатыныңызды біз білмейміз, қазақ жұрты да білмейді. Сол себептен біздің көрермендер сізді сағынған, сізден бір ән сұрағымыз келіп отыр. Сағыныштан сыздаған, жүрек сыйлапсыз маған, қалқамау жатқа кеттің бе жырақ, ақ арманым. Қалқамау жатқа кеттің бе жырақ.
Анада там ақ арманым. Қазір шынымен Рахмет үлкен. ұйқыдан оятып алдыңдар да мен қазір дауыс ұйықтап жатыр. Бір алып қашпа әңгіме бар тағы да. Ұлықпан Жолдасов батыстан шыққан ұл қыздарды қатты бақылауда, қатаң бақылауда ұстап, барлығына көмектеседі дейді. Қаншалықты рас? Нал деп айтса болады. Ешкім бөлінбейді, бірақ дегенмен ауылға сен жиі барып тұрасың, ол жерде ояқтың азаматтарына, яғни сені көруге достып, жақынырақ көбірек деген сияқты ғой. Сол былай тыңдатады, тыңдап көресің. Мысалы мен Шымкентке жиі бармағаннан кейін, ағайын тумағаны ол жерде болмағаннан кейін көптеп тойға барасың, концертке барасың, кетесің. Сол емес, үлгермейсің ештеңе, естіп, тыңдап. Ояқта да мықты мысалы таланттар жатыр. Сол емес пе? Оны білетіндер жаңағы сәкендер, кенжебектер, сояқтың азаматтары жақсы бете өсеуренім бар деп жаңағы тартқылап жүреді. Дұрыс та. Әркім өзінің алдына барғаннан кейін өзің ананы көбірек тыңдайсың, көбірек естисің. Сонда ерек келіп жатады. Ауылдан пәленше сәлем айтып жатыр еді, келіп жатыр еді десе, ойбай келе ғой деп. Ауылдан болғаннан кейін кейін қайтарып жүрмейсің. Сосын көбірек тыңдайсың оларды. Сондай бір не бар, бірақ енді маған ешкім өкпесі жоқ деп ойлаймын. Мен оған шейінгі әншілердің бәрі қаяқ кетті сонда. Әділ Сламхан қаяқ кетті. Жаңағы Тоқтарлар, Саяттар қаяқ кетті. Қарағандылық қазір қасымда кім Ерасыл деген жігіт бар. Бастау тобында болды. Олар қаяқта жүр мысалы. Енді бүйтіп қарап отырсам бүкіл 16-18 облыс болмағанмен қамтып жатсыз. Біразын қамтыдым енді. Осы Алматыдан да бар, Талғардан Айбарлар. Талай адамдар бар. Олардың бәрін жинап қояды. Бір Каспий деген топ құра қойып еді. Соны мынандай қылып әңгіме сұрап, ой, тек қана батысты тартады дейді. Енді заманды ешкім жаман группа деп айта алмайды. Мысалы, заман тобы. Действительно олар кәдімгі екеуі де талантты, өте мықты, оны көбі мойындайды. Сондықтан оны қалай мен көріп тұрып, сен де батыстан екенсің, жоқ, мен шығыстан тартамын деп айта алмайсың. Көрдің ба, көрген қай жердің азаматы болса маған бәрін көрдім, ұнады, шақырдым. Сол сияқты ол нағыз таланттармен батыс пәленше деп бөлмеймін. Егер дауысы әдемі, действительно жақсы әнші болса, мысалы менде бар Диета KZ деген топ. Олар екеуі де Шымкентте мысалы. Жақсы, рахмет үлкен сізге шынайы сұхбатқа. Бүгінге осы, назарларыңызға рахмет. Естеріңізге сала кетейін, бүгін бізде қонақта болған Ұлықпан Жолдасов, эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.